Қазіргі қазақ киносы бір арнаға түсе бастағандай. Соңғы 3-4 жылда бірінен соң бірі шыққан киноларымыз қазақ тілді көрерменнің көз қуанышына айналып, жақсы жаман бағаларында алып үлгерді. Сең боп қатып қалған қазақ киносын аз да болса қалыпқа келтірдік. Бірақ сапа, мән мағына жағынан әлі де кем тұстарымыз табылуда. Әрине, мойындау керек, бұл 3-4 жылымыз қазақ тілді көрерменнің қатарын едәуір көбейтті. Шетел көрерменіне арналған кейбір төл туындыларымыз жүлделі болып жатса, кейбірі үмітті ақтамай жатты. Шетел демекші, көптеген режиссерлер осы күні фильмдерінің тұсауын өз елімізде емес, шетелде кесуге тым әуес. Егер ұлттығымызды көрсететін фильм болса бір сәрі, кей фильмдерімізді қарап отырып, нағыз қазақ осындай ма еді деп күмәнданып қалатынымыз тағы бар. Жақсыны жақсы дей отырайық. Жаужүрек мың бала, анаға апарар жол, шал және тағы басқа фильмдердің қазақ көрермені үшін орны бөлек. Елімізде де, шетелде де лайықты бағасын алған туындылар.